Қайырлы таң, құрметті көрермен. Көңіл күйлеріңіз тамаша екеніне еш күмәнім жоқ, себебі бүгін сенбі және таңғы фреш бағдарламасы эфирде. Ал біз сіздерге пайдалы сұхбат ұсынып, үйге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін стройдекор дүкенінің ұсынған кеңестерін көрсететін боламыз. Бүгінгі құрметті мейманымызбен таныстырып өтейін, әлеуметтанушы Алмагүл Мусина. Алмагүл ханым, сізді ортаға шақырамыз. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Тамаша, көп рахмет. Жақсы. Енді Алмагүл ханым, бүгін өте күрделі және қызықты тақырыпты алып отырмыз. Сұхбат бастау дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Жақсы. Құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыздар, біз бастаймыз. Бүгінгі енді алып отырған тақырыбымыз урбанизация, яғни ауылдық жерден қалаға көшу процесін урбанизация деп ғылыми түрде айтамыз. Жалпы біздің елде урбанизация процесі қашан белең ала бастады? Бізде енді көшпелі халық ретінде білеміз ғой. Әрине өте өзекті тақырыптардың бірі десек болады, өйткені урбанизация бұл тек қана біздің елде орын алып жатқан үрдіс емес, бұл жаһандық тенденция, жалпы урбанизацияның өзі белгілі бір прогресті, дамуды, ілгерілеуді білдіреді. Дегенмен де енді салдары әртүрлі, әлі алда айтамыз ғой салдары туралы. Енді біздің елге келетін болсақ, жалпы урбанизация қашан басталды деген, енді 1970 жылдағы санақтың нәтижесіне сәйкес халықтың 51% осы қалалық жерлерде шоғырланған екен, яғни Қазақстанда. Ал кейін тәуелсіздік алғашқы жылдары бұл яғни динамика теріс бағыт береді, себебі бұл жаңағы сол кезеңдегі қиыншылық жағдай, жалпы қаражаттың болмауы, тұрмыстың қиындауы тағы сол сияқты жағдайға сонымен бірге, яғни халықтың сыртқа шығуы, эмиграция дейміз, яғни орыс ұлт өкілдері, неміс ұлт өкілдері сияқты, әсіресе мынау солтүстік өңірде, оңтүстік орталық Қазақстанда деген сияқты. Сонымен қатар туу деңгейінің күрт төмендеуі бұл жаңа теріс динамиканы береді. Кейін 21 ғасырдың басында дейміз, 2000 жылдары, яғни сонда бір жақсы күлденген кезеңде бұл қайтадан яғни оң динамикаға оралады. Себебі дейміз, бұл жаңа ауылдан қалаға қарай жаңағы миграцияның күш алуы және халықтың яғни туу көрсеткіштерінің арта бастауы. Бұл яғни осындай әсер етеді. Енді жалпы урбанизация рейтингі де бар, 200 аралық елдің арасында саналады. Бұл жерде Қазақстан 104-ші орында, егер шатаспасам. Енді бүгінгі таңда біздің яғни урбанизация деңгейіміз бұл 59,5%, яғни 60 халықтың шамамен 3/2-сі яғни қалада тұрады дейміз. Енді ұлттық даму министрлігінің мәліметтеріне сәйкес бұл 62%-дан жоғары болмақ 2025 яғни жылдарға қарай. Экономикаға келетін болсақ, не үшін экономикаға теріс әсер етіп отыр? Өйткені алғашқы, яғни 90-шы жылдардың басында дейік, бертін келесі сәл. Жалпы ұлттық ішкі өнімге ауыл шаруашылығын қосар үлесі 3/1 болса, қазір ол 10%, яғни 10%-дан ғана түсіп кетті. 10%-дан төмен болып кетті. Жаңа айттым ғой, урбанизация, прогресс, даму дедік, ал оның теріс әсерлері де бар. Теріс әсерінің бірі бұл жаңағы ауылға кері әсер етіп отыр. Өйткені халық ілгері, яғни ауылдан қалаға жылжып отыр, сәйкесінше ауылда жұмыс орындарының болмауы бұған түрткі болып отыр. Миграцияны қадағалау деп президенттің өзі бір жолдауында, шатаспасам 2019 жылғы жолдауында айтса керек, яғни жаңа мынандай хаосты түрде болып жатқан урбанизацияны реттеу керек. Бұлай болмайды, яғни қалалардың өскені жақсы, керемет, дегенмен де егер қала мынандай ағымға дайын болмаса, үлкен ағымға халықты қабылдауға, онда бұдан пайда қандай? Бұл керісінше прогресс емес, яғни регрессті білдіреді. Ол урбанизация емес, рурализацияға яғни алып келсе керек. Сондықтан да бұл яғни жоспарлы, өзім жоспарлы деген сөзді ұнатпаймын, бірақ дегенмен де яғни қадағаланып, реттеліп отыру керек деген сияқты. Енді бұны кейбір сарапшылар тежеу деп түсінсе де қате болмайтын шығар.
жөндеу жұмыстарын неден бастарыңызды білмейсіз бе? Алдымен іргемен еден жабдықтарын таңдап алыңыз. Түс қағаздар, ламинат, линолеум және өзге де ілеспе тауарлардың саналуандығына, сондай-ақ сапа мен бағаның оңтайлы үйлесімі және қызметтің жоғарғы деңгейде көрсетілуіне көңіл бөліңіз. Стройдекор компаниясы 20 жылдан астам уақыт нарықта. Ол өз тұтынушылары мен серіктестерінің сенімді серігіне айналды. Компания артықшылықтарын ескеріп, біздің қызметке жүгініңіз. Артық төлемсіз бөліп төлеу, дисконт бағдарламасы, тауар түрінің көптігі, Қазақстан бойынша тегін жеткізу. Стройдекор, сапа, кепілдігі. Қазақтың ұлттық құндылығы осы ауылмен байланысты екені белгілі. Біз енді көптеген бір сұхбаттар көріп жатамыз, әңгіме арасында естіп қаламыз. Мұнай бір күні болмаса бір күні таусылады, малды біз көбейтіп аламыз. Егер біз шынымен де жаппай қалаға көшіп кетсек, ұлттық құндылығымызды жоғалтып алу мүмкін бе? Жалпы құндылықтар туралы сұрақ маған өте ұнайды. Дегенмен де біз көп жағдайда тұрмыс билейді, айтамыз ғой. Көп нәрсені біздің өмірімізде тұрмыс билейді. Жақсы мақтамайсыз, сіз ауылда тудыңыз ба, немесе қалада ма? Мен өзім ауылда тудым. Ауылдан тудыңыз ба? Енді сіз ауылды сағынасыз ғой енді. Барғым келеді, ауылға демалып қайтайын деп айтасыз ғой. Болады онда? Болады, әрине болады. Әрине болады. Ол жалпы тек қана менде емес, барлық қазақта болса керек. Бірақ дегенмен де қазір, мысалы, осы жағдайда менің өзімнің ауылға апаратын ешкім қалмады. Көшіп кетті барлығы қалаға. Сондықтан мен жалпы бір сұхбатымда айтқанмын, қазақтың басым бөлігі бұл ауылдан шыққанбыз деп. Енді жаңа құндылықтарға және келетін болсақ, мен ойламаймын ауыл жойылып кетеді деп. Өйткені егер біз мысалы статистикаға сүйенсек, 91 жылдан 2021 жылға дейін, яғни 30 жылда қала халқы 2% ғана өсті. 57-ден 59-ға өсіп отыр. Ал әр қарай 2025 жылға қарай 62%-ға дейін. Яғни өспекші. Сәйкесінше халықтың 3-тен бірі әлі ауыл тұрғыны болып қала бермек. Урбанизация бізде жоғары емес. Біз әлемдік көрсеткіштен жоғарымыз, медианалық жаһандық көрсеткіштен. Өйткені орташа медианалық көрсеткіш ол 54%. Ал дегенмен де OECD елдеріне ол 77% біз әлі жеткен жоқпыз. Сондықтан жалпы өзім бір сондай ауыл жойылып кетеді деп ойламаймын. Дегенмен де ауылдың проблемалары бұл тек қана бір сондай өзекті емес, олар сондай бір өте үшкір болып отыр қазіргі таңда. Жедел реакцияны қажет ететіндей. Әлі олай жойылып кететін мүмкін емес, Жақын арада, 100 жылда, бір ғасырда мүмкін емес. Өйткені менің ойымша жалпы қазаққа тән нәрсе ғой. Біз енді етсіз, ауылсыз, ауылдың таза ауасыз, өмір сүре алмаймыз. Шынымен де әр еңбек демалыс сайын ауылда аңсап тұрамыз. Ауылға барып демалып келейік деп әрдайым айтып тұрамыз. Онымен келісемін. Креативті ойлау жаңашылдыққа жетелейді, ал жаңашылдық әрқашан сұраныста. Бизнесте, ғылымда, мәдениет пен саясатта, жалпы басқа да салаларда креатив өте маңызды. Бұны отандық кәсіпкерлер де түсініп, жақсы қолданып келеді. Бұл қандай компания? Кезекті бейне материалға берсек. Креатив прогрестің қозғаушы күші, ерекше ойларды құру, күтпеген шешімдерді табу, әдеттегі ойлау алгоритмдерінен ауытқу. Қазір креативті тұлғалар әлемдегі ең баға жетпес байлығымыздың бірі. Өйткені ерекше ойлаудың жасампаздықтың көмегімен уақыт талап етіп отырған барлық бизнес ойларды шешуге болады. Креатив және оның бизнес бағыттар туралы мысалдар арқылы әңгімелеген дұрыс. Жақында Сұлу Қазақстан бренді батыс өндірушілерінің өнімдерімен теңдей бәсекелесетін 7 сабын үлгісінің жаңа желісін ұсынды. Ол сабынды қолданып көрген әр адам мен коллекция жинаушы өнімнің сапасы жоғары, әрі керемет хош иісі ұмытылмастай деп санайды. Сондықтан өндірушіміздің жоғары жетістігімен мақтануға болады. Ал Сұлу Қазақстан креатив тобы түсірген ерекше, патриоттық сезімге толы және ең бастысы тиімді жарнамалық кинематографиялық ролигі көрерменнің қошеметіне ие болып, бірнеше күннің ішінде миллион көрсетілім жинады.
Қазақстан. Жүрек еркін соғатын жерде, халықтың рухы бір тұтас. Аспан күмбезі асыл екен, дала анасымен бірген. Жеңісті желбіреткен самұрық, бәйтерекпен жаңарады ғаламат. Ақыл қайрат терең ойменен, әлемге ғарыштайды Қазақстан. Сұлу Қазақстан, туған үйдің жарығы. Ержан, тағы да менің сабынымды алдың ба? Сұлу Қазақстанның жаңа желісінің тұсаукесерінен кейін бір аптадан соң Дубай қаласындағы Carrefour, Asfak, Waitrose, Union Coop сияқты 12-ден астам ірі желі тапсырыс берді. Ең маңыздысы, Сұлу Қазақстанның өнімдері тек өсімдіктерден жасалады. Жануарлардың майы жоқ, сондықтан халал, веган. Мы передали новую линейку. Жаңа үлгілерді Дубайдағы кәсіпкер досымызға беріп жібердік. Оған біздің өнімнің ұнағаны соншалық үйіне тағы бірнеше қорабына тапсырыс берді. Негізінде араб елінің сауда нарығында мұндай өнімдердің көптеген түрі бар. Алайда Сауд Арабиясынан, Иордания және Кувейттен көп тапсырысқа ұсыныстар келіп жатыр. Креативке оралатын болсақ, сарапшылар креатив әрекеттің тек 4 түрін атады. Софт креатив, кэш креатив, бизнес креатив, хай креатив. В условиях мировой ситуации на рынке Әлемдік нарықтағы жағдайға байланысты біздің компания алғаш рет хай креативті қолданды. Хай креатив бұл ең тиімді шешім табу жолы. Сұлу Қазақстан сабынының ерекшелігі құрамында талават натрий жоқ. Талават натрий бұл жануар майы, шошқа майы. Ал біз болсақ оны қолданбаймыз. Сондықтан сабынымыз таза органикалық өнім. Біздің халал сертификатымыз бар. Қазақстан нарығында мұндай сабын жоқ деп толық сеніммен айта аламын. Сонымен қатар Сұлу Қазақстанның бренд екенін ерекше атап өткім келеді. Болашақ креативте. Қазақстанда өнерлі, креативті, дарынды тұлғалардың саны артуда. Олардың саны бірегей көптеген жобаларды жүзеге асырып жатқандығы қуантады. Жалпы урбанизацияның екі түрі бар, табиғи және қолдан жасалған. Осы екі ұғымды түсіндіріп өтсеңіз, және біз қай бағытта жүріп бара жатырмыз? Урбанистика ғылымында ложная, яғни жалған урбанизация деген бар. Бұл дегеніміз жаңағы Латын Америкасынан яғни пайда болған термин десек те болады. Яғни сол жалпы дамушы елдерде жаңағы халықтың жедел көшуі, бірақ қалалардың оған дайын болмауы, жаңа демографический взрыв дейміз ғой. Яғни ауылдық жерлерде халық санының тым өсіп кетуінен олар яғни әрі қарай қалаға қарай ығысуы, бірақ қаланың оған дайын болмауы, бұл жаңағы жалған урбанизацияны берсе керек.
Жөндеу жұмыстарын неден бастарыңызды білмейсіз бе? Алдымен іргемен еден жабдықтарын таңдап алыңыз. Түс қағаздар, ламинат, линолеум және өзге де ілеспе тауарлардың саналуандығына, сондай-ақ сапа мен бағаның оңтайлы үйлесімі және қызметтің жоғарғы деңгейде көрсетілуіне көңіл бөліңіз. Стройдекор компаниясы 20 жылдан астам уақыт нарықта. Ол өз тұтынушылары мен серіктестерінің сенімді серігіне айналды. Компания артықшылықтарын ескеріп біздің қызметке жүгініңіз. Артық төлемсіз бөліп төлеу, дисконт бағдарламасы, тауар түрінің көптігі, Қазақстан бойынша тегін жеткізу, Стройдекор, сапа, кепілдігі. Лос-Анджелеста, шетел тәжірибесіне алса, осы Лос-Анджелеста, мысалы, бір көшені жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, бір көшені толықтай жауып тастайды, оның үстіне жаңа кептеліс пайда болады деген сияқты. Енді қала әкімшілігі 6 жолақты жолдар салыпты, жаңа 3 қабатты жолдар салып жатыр екен. Оның шығу жол ретінде ғой. Біздің елде қандай бұл жоспарлары бар, немесе осындай бір жобалары бар, осы жаппай урбанизацияның әсерінен болған кемшіліктерде. Қала саясатында, мынау Харви айтады, қала бұл ақша мен кеңістіктің байланысы, дейді. Ал бұл жердегі жаңа шешім қабылдаушы, бұл жердегі жаңа басты не, бұл капитал иелері дейді. Және жаңа қаланың кеңістігін қалыптастыру, кеңістігін ұйымдастыру, сол жаңағы decision makерлардың шешіміне тәуелді. Біз мысалы айтамыз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 6 жолақты нелер, жолдар дейміз, жалпы қалада әртүрлі кеңістіктерге кім ие? Ол жер жаңа мысалы қазір летниктар ашылды, ол жер деген общепитке де тиесілі ме, әлде ол жер вело жүргінші үшін арналған ба, әлде ол жаяу жүргіншілерге арналған ба? Бұл үнемі жаңа қаладағы жаңа әртүрлі топтардың дейміз өзара дискуссиясы ма? Дискуссиясы, жаңа қала философиясындағы бір мәселелердің бірі ғой. Сонда қалаға кім ие деген сияқты сұрақ туындайды. Әрине, кейде мысалы біздің қалада өзі ойлайсың, бұл қала жаңадан салынған қала ғой, неге мынау кейбір көлік кептелістерінің алдын алатындай жаңа нәрселер қарастырылмаған екен деген сияқты, кейде ой туындайды, бұл қала автомобилистер, яғни қазіргі негізгі жаңа урбанизм деген ағым бар урбанистикада. Соның аясында қалалар, олар жаңа адам человекоцентричный, яғни адамның қамын жасау үшін, яғни адам өмірінің сапасын жоғарылату үшін арналуы керек деген концепт, жаңа нәрсе тұжырымдама алға қойылады. Ал өкінішке орай біздің қалаларда бұл жаңа енді басын белең алып жатырғандай. Мысал ретінде айтайықшы, ол қандай қалалар бар? Алматыны айтсақ болады? Алматыны, Нұр-Сұлтан қаласында айтуға болады. Әрине, жаңағы кемшіліктері бар дегенмен де жасалып жатқан нәрселер де аз емес, оң жағалау, сол жағалау дейміз, жаңағы қоғамдық кеңістіктерде адамның, яғни қол жетімді жерде тамақтана алуы, қол жетімді жерде әртүрлі тұрмысқа қажетті нәрселерін жұмысын бітіріп алуы, тағы да сол сияқты, яғни қаланы бір қол жетімді кеңістікте ұйымдастыру, бұл жаңағы біздің қалада да көрініс тауып жатқан бір үрдіс деп ойлаймын. Жөндеу жұмыстарын бастамастан бұрын қаражат, уақыт және материалдарды шешіп алған жөн. Мақсатыңыз айқын болса, істің жартысы аяқталды деп есептеңіз. Жаңадан отау құрған Кенесары жанұясы ипотекаға пәтер сатып алып, жөндеуді өз қалауы бойынша жасауға шешім қабылдады. Өйткені үй жай қабырға ғана емес, жанға жайлы құтты мекенің. Сәлеметсіздер ме? Біз жаңа пәтерімізге обоймен ламинат іздегенбіз. Бізге жаңа өнімдер келіп түсті. Жүріңіздер, көрсетейін. Для спальни можете посмотреть обои в этом каталоге. Түс қағаздарды осы каталогтан көре аласыз. Бұл түс қағаздар Италияда шығарылған. Бұл Галинара деп аталатын жаңа каталог. Мына түс қағаздарды жууға болады. Ал егер екі түрлі түс қағазды өзара үйлестірмек болсаңыздар, онда суреті барымен бір түстісін таңдауға болады.
Мысалы, мына түс қағазда көбелектер мен гүлдер бейнеленген. Өте нәзік көрінеді. Бөлме жарық көріну үшін оның жанында ақшыл түс қағаздың болғаны дұрыс. Қазақстанда құрылыс материалдары бағасының өсуі, сондай-ақ жеткізушілер тауарды дер кезінде әкеле алмауына, шикізаттың жетіспеушілігінен және логистикаға қатысты қиындықтар байқалады. Цены поднялись, но клиенты реагируют нормально. Зерлі құрылыс материалдарының бағасы көтерілді. Бірақ тұтынушылар түсіністікпен қарайды. Жалпы біз бірнеше зауыттармен тікелей жұмыс істейтіндіктен материалдар мен олардың түр жинағын толықтырып тұруда қиындық туындамайды. Әркім іздегенін таба алады. Сатылым жақсы жүріп жатыр. Бұл барлық нарықтағы жағдай деген емес, тек бізге қатысты. Тұтынушыларға жақсы қызмет көрсетуге тырысамыз. Себебі оның сапасына көп көңіл бөлеміз. Әр тұтынушымен жеке жұмыс істейміз. Пәтеріне дейін ақысыз жеткізіп береміз. Бізде жеңілдіктермен қоса дисконттық жүйе де бар. Сонымен қатар, тауарларыңыздың әкелуін күтіп тұрған кезде сізге тегін кофе ұсынылады. Түр жинағымызда түс қағаз, ламинат, линолеум, паркет тақтасы, сондай-ақ арт-винил бар. Тауарларымыз Ресей, Украина, Белоруссиядан жеткізіледі. Сондай-ақ Кореядан да бар. Еуропалық өнімдер Германия, Италия, Дания сияқты мемлекеттерден. Біз сатып алушылар мен балаларға сыйлықтар береміз. Біз жақында өз пәтерімізді сатып алдық. Жөнде жұмыстарын жоспарлағанбыз. Көптеген строительный магазиндер іздеп, нарықта көп болғасын таңдау қиын болды бізге. Бірақ өз магазинімізді таптық деп ойлаймыз. Строй декор деген магазин өте керемет. Іздеген нәрселеріміздің бәрін осы магазинде таптық. Осы көптеген басқа да магазиндердің сервистары осы магазинге сай болса екен деймді. Балаларға көптеген көңіл бөледі, сыйлықтар береді. Баламыз қуанышты болып қалды. Барлық достарымызға, жолдастарымызға кеңес береміз. Рахмет үлкен. Ваш выбор пал на ламинат российского производства? Сіздер таргеттеген Ресей ламинатын таңдадыңыздар. Ол эксклюзивті топтама. Сізге ұнайды деп ойлаймыз. Біздің тұрақты сатып алушыларымыз боласыздар деп те үміттенемін. Тағы келіңіздер. Сіздерге есігіміз әрдайым ашық. Строй декор 2000 жылдан бері жоғары сапалы түс қағаздар мен линолеум сатумен айналысады. Кәсіби мамандар тауар сапасына толықтай кепілдік береді. Сан алуан өнімдердің көптеген түр жинағы болғандықтан құр қол кетпейсіз. Мұнда өзіңізге ұнайтын нәрсені міндетті түрде табасыз, ал таңдалған тауар Қазақстанның кез келген аймағына тегін жеткізіледі. Жақсы, енді мысалы шетелде осындай мысал айта аламыз, шетелде осындай моноқала болған, ол жақта шикізат көзі таусылды, одан соң ол қала кәдімгі моноқала емес, кәдімгі қала ретінде сақталып, ары қарай өзінің жұмыс көзі жүріп жатты, экономикасы айналып жатты деген сияқты, дөңгеленіп жатты деген сияқты. Бұл жердегі ерекшелігі олар деген жаңағы бір функционалды емес. Ол бір жаңағы өндіріс орны, өнеркәсіп бар, бірақ оған жаңағы қызмет ететін немесе халықтың қаланың экономикалық құрылымына, бюджетіне кіріс кіргізетін басқа да қызмет түрлері ол жерлерде бар. Сондықтан жалпы шетелдік тәжірибеде бұндай нәрсе жоқ. Ресейдің, яғни бұрынғы постсоветтік кеңістіктегі елдерге тән нәрсе ғой негізі. Алмагүл ханым, жалпы кеңестік кезде Қарағанды облысы кәдімгі үлкен 1 миллиондық қала болды. Одан кейін реурбанизацияға ұшырады. Бұның себебі не болды? 90-шы жылдардың басынан бастап, яғни қаладағы басқа ұлт өкілдерінің, яғни өзге ұлт өкілдерінің этникалық топтардың, яғни эмиграциясы оған бір әсер етті. Екіншіден әсер еткен жалпы елдегі туу деңгейінің, туу көрсеткіштерінің төмендеуі. Егер статистиканы қайтадан жүгінетін болса, қарасақ, әсіресе бізде туу деңгейі қазір дейміз, яғни сол кезден бастап солтүстік өңірлерде, орталық өңірде оңтүстікке қарағанда төменірек. Яғни бұның барлығы жаңағы қала халқының азайына алып келсе керек. Дегенмен де бүгінгі таңда Қарағанды, яғни өңірлер арасында урбанизация деңгейі бойынша алдағы өңірлердің бірі. Қарағанды облысы. Бүгінгі күні бұл жерде урбанизация, яғни халықтың 80%-нан жоғарысы демей ақ қойып, 80%-на жуығы, яғни қалалық өңірде тұрады. Енді бұл жерде әрине бұған әсер еткен қалалар санының көп болуы Қарағанды облысында.
мысалы оңтүстік өңірмен қарайтын болсақ. Егер Түркістан өңірін алатын болсақ, бұл жерде керісінше ауыл халқының саны басым, иә? Тіпті жалпы бұл жерде кейбір аймақтарда ауыл халқы елдегі ұсақ қалалар халқынан да басымырақ. Қазақстанда шамамен 4 миллионға жуық көлік бар, ал бала саны 5,5 миллионнан асады. Баланың қауіпсіздігі әрдайым бірінші орында болғандықтан, оны тасымалдау жолын ойластыру қажет. Сондықтан автокреслоларды таңдауда неге мән берілуін, оны дұрыс қолдануды және басқа да пайдалы ақпаратты келесі сюжеттен біле аласыздар. Бүгінде автокреслолардың түрлері сан алуан. Атаулары әртүрлі болғанымен, мысалы автобесік қолға ұстап тасуға болатын автоорындық және бустер. Олар жасына және салмағына қарай жіктелген. Автокреслоның көбі бірнеше түрін біреуінде қамтиды. Мысалы, бірінші санаттағы орындық 9 айдан 4 жасқа дейін, ал кейбіреулері бірінші, екінші, үшінші санатты қамтиды. Ол 9 айдан 12 жасқа дейін жарайды. Международный институт дисплазии рекомендует. Халықаралық дисплазия институты балалардың мүмкіндігінше аяқтарының арасын ашып отыруға кеңес береді. Бұл жамбас жілік буыны үшін пайдалы. Сондықтан орындықтың еніне және матасына назар аударыңыз. Оның матасы баланың денесінде тітіркенуді туғызбайтындай болуы шарт. Баланы келесі санаттағы автомобиль орындығына ауыстырмастан бұрын оның бойына назар аударыңыз. Себебі белдік денеге ережеге сай тағылуы қажет. Мына автоорындыққа қарасаңыз, онда белдік жоқ. Сондықтан баланы екінші, үшінші санаттағы креслоға отырғызғанда, оның бойы 96 сантиметрден кем болмауы керек. Ал балаңыздың бойы 120 сантиметр болса, оны бустерге отырғызуға болады. Ол аз орын алады, бірақ бас сүйеніші мен арқалығы бар автокреслоға қарағанда қауіптірек. Ата-аналардың кейбіреуі автоорындыққа баланы отырғызу қауіпті деп санайды. Біз бұл пікірге қатысты педиатрдың ойын білген едік. 6 айға дейінгі отырғызбауымыздың себебі баланың әлі тірек қимыл қозғалысы дұрыс жетілген жоқ. Олардың омыртқасына біз зиян келтіреміз. Тереңдей берсек, оның балада организмде енді кальцийлар өндіріліп жатады ғой. Сондықтан баланың қалай бала отырады, солай олардың сүйектері қисая бастайды. Біз омыртқа жотасына үлкен кедергі жасаймыз. Ата-аналар автокреслоны артық шығын ретінде емес, керісінше бала өмірі қауіпсіздігінің кепілі деп санаңыз. Салмагүл ханым, енді бүгінгі тақырыбымызды ақырындап тәмамдайық, барынша жауап бердік. Енді бұл үлкен тақырып болғаннан кейін бұны зерттеу керек әлде, сондықтан бүгінгі енді тәмамдамас бұрын бір блиц сұрақ айдарына кезек берсек, содан кейін тәмамдай жатамыз. Сізге қазір 2 сөз айтам, соның біреуін таңдау керексіз. Жарайды? Ойланып, бірақ тез жауап беруге тырысасыз ғой. Енді жаңа сіз ауылдан шықтым деп атасыз. Енді қазір сіз осы сұрақ арқылы сізді көреміз, қайдан шыққаныңызды. Қымыз немесе тәтті сусын, қайсын таңдар едіңіз? Қымыз. Жақсы. Атқа міну немесе көлікпен жүру? Көлікпен жүру, атқа міне алмаймын себебі. Жақсы. Ұлттық киім немесе заманауи киіммен? Ұлттық киім. Тамаша. Енді ет асу, былайша бешбармақ дейміз ғой, немесе устрица? Ет асу. Жақсы. Ауыл немесе қала? Қала. Қаланы таңдап тұрсыз ғой? Жақсы, енді сіз ауылдан шықсаңыз да, бірақ қала жүрегіңіз ауылда болса да, өзіңіз қаладасыз, қаланы ұнатады екенсіз. Жақсы, Алмагүл ханым, бүгін уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Зерттеулеріңізге сәттілік тілейміз. Көп рахмет сізге. Рахмет, шақырғаныңызға. Құрметті көрермен, ауылдан адам көшкенімен көңілден ауыл кетпейді деген тамаша сөз бар. Ең бастысы қайда тұрғаның емес, кіммен болғаның маңызды. Ауылда не қалада тұрсаң да ең бастысы жақындарыңызбен бірге болыңыз. Келесі аптаға дейін.